кәсіп жолына жаңадан келіп жатқан кезде мен өзіме бір идеалдар тауып алатынмын кәсіп саласында. Осы сияқты болсам деп, кәдімгідей еліктеп, сол адамның әрекеттеріне, өзін өзі ұстауына. Біраз уақыт өткеннен кейін ол адамның бір кемшілігін көріп қоямын да. Сосын адамның кемшілігін көргеннен еліктегім келмей қалады. Жалпы еліктеу деген нәрсе қаншалықты дұрыс деген сұрақ туындайды. Менің тәжірибемде мен білмеймін, бұл менің жеке субъективті пікірім. Еліктеу ол дұрыс емес. Кез келген адам ол пенде. Әрбір адамның өзінің кемшілігі бар. Өйткені біз сондай жаратылыспыз. Біз ұмытшақпыз. Егер мен адамның жеке тұлғасына еліктейтін болсам, онда міндетті түрде күндердің күнінде менің көңілім қалады оған деген. Не істеу керек? Әрбір адамның өзінің бір керемет әрекеті бар. Керемет бір артықшылығы бар да. Сол үшін әр адамға қараған кезде, адамға қызыққан кезде, сол бір әрекетіне еліктеуге болады да. Адамның жеке тұлғасына емес. Оның бір артықшылығына. Осы артықшылықты мен өзіме алуым керек. Адамның әрекетіне еліктеу. Бір артықшылығын көріп, соны өзімнің бойыма дарыту үшін соны зерттеу, соған еліктеу, қызығу, ол нормальный нәрсе. Сол үшін адамның әрекетіне еліктеп үйренейік.